Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен бүгінгі видеомда бұрын бас киімдердің қалай пішіліп, қалай тігілетіні туралы көрсететінмін. Бүгінгі видеомда осы бас киімдердің қалпын, формасын, ағаштан қалай жасалынатыны туралы көрсетемін. Ең бірінші таныстырғым келетін адам ол өзі суретші, өзі шебер, 10 саусағынан өнер тамған досым, менің курстасым Әлімбаев Қанат Дәукенович. Ол өзінің мастерскойында керемет, әртүрлі дәстүрлі қазағымыздың экологиялық таза түрлі тұрмысқа қажетті жаңағы ыдыс аяқтар, ер адамдарға жаңағы әртүрлі пышақтар, балталар, ер адамдарға не қажет, солардың бәрін өзі дайындап, жаңағы ағашын болсын, темірін болсын, өзі дайындап, таңдап, соларды өз қолымен басынан аяғына дейін, бір сөзбен айтқан кезде, біздің Қанат досымыз 8 қырлы, бір сырлы, өнерлі адам. Міне Қанат досымыздың мастерскойында болып, мынандай маған бөріктің формасын жасатып алдым. Өздеріңіз қарап тұрғандай, міне бұл форма теріні бүйтіп керіп жасағанға өте ыңғайлы, керемет. Одан кейін мынандай әртүрлі сәукелелер, қазіргі заманға сай әртүрлі бас киімдер, соларды жаңағы досым жасап берді маған. Қазір сол мастерскойдан шығып, үйге келіп, сіздерге көрсетіп жатырмын. Қазір мастерскойда түсірген видеоларымды көресіздер. Қанаттың мастерскойына қош келдіңіздер. Қанат досымызға келіп, мастерскойын көріп жатырмын. Міне бөрік қалай жасалынып жатыр. Міне Қанат досымыз өзінің мастерскойында қандай шеберлікпен мына бас киімді бөріктің формасын қалай жасап жатқанын көріп тұрсыздар. Бұл енді форманы енді мынандай ағаш табу да қиын. Ағаштардың бәрін бір-біріне жабыстырып, оны келтіріп, бірінші ойып алып дайындайды ғой. Одан кейін барып осындай станокқа салып, бәрін келтіреді. Болды, аяқ жағынан ал. Шебер болғаннан кейін ағаштарды, темірлерді барлығын таңдау білу керек. Біз енді о жағын білмейміз, біз мата жағын ғана білеміз. Қанат досымыз міне сол ағаштың сорттарын, қаттың жұмсақ екенін біледі, қандай ағаш жұмсақ, қандай ағаш қатты келеді, формаға келмейді. Соның бәрін өзі таңдап, өзі жасап дайындап жатыр. Болды ма? Айт, қай жерін екен? Еще чуть-чуть алайық мына жағынан. Қай жерін? Мына жерін? Жаңағы сияқты, астыңғы жағынан. Сонда домаланып тұра қалады да. Почему лучше, когда вот так одной рукой делаешь, снимаешь? Какой супер. Мүжік. О, супер. Біздің Қанат, міне, мастер на все руки. О, какой супер.
ты мне его Қанат внутри мастер. чем точил-то? Напильником, что ли? Не, Міне қанат досым маған мынандай күшті форма, бөріктің формасын Я, жасап мен берді. просто- Менде осындай болмап еді. Міне қанаттың алтын қолы маған күшті қылып жасап берді. менің қолым негізі станок жасаған, станок. Жаңадан сатып алдым. Станокты білетін адам ғана істей алады. Неровные. Да. Ты как-то выправляешь? Я этим убирал. Выправляешь, Да, потом садишь. бормашинкой. Я про себя думаю, почему они, когда отливают, не это, не... Они не отливают, его выбивают все с двух сторон. А, Поэтому внутри у них горка. а. Супер. Өлгенский. Міне құрметті көрермендер, міне осындай столды, дастархандарыңызды жайнатып жіберетін таза экологиялық таза бұйымдарды өздеріңіздің дастархандарыңыздан көргілеріңіз келсе, қанатқа хабарласып, заказдарыңызды берсеңіздер болады. Қанаттың телефонын осы видеоның астына қалдырып кетемін. Хабарласыңыздар. Осындай дүние, бұйымдар өте керемет жасалған, шебердің қолынан енді керемет болып шыққан. Бұлардың бәрі тамақ құюға болады. Бұрынғы өзіміздің ата-бабаларымыз осындай ағаш бұйымдарды қолданған. Соны міне қайтадан қанат дүниеге әкеліп жатыр. Қарасаңыздар, міне керемет, бәрі бір-бірінен өткен. Хрустальдың вазаларға ұқсатып, шебер орындалған. Барлығы. Міне құрметті көрермендер, осымен біздің видеомыз бітті. Ұнап жатса өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, тіркеліп отырыңыздар. Ал қош сау болыңыздар, келесі кездескенше аман есен болайық.